Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қазанға салғанда қамыры езілмейтін өте дәмді үй кеспесін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен біз тұздығын дайындап алатын боламыз. Ол үшін осылай етімізді, сүйектеріміздің барлығын турап аламыз. Одан соң көкөністерімізді дайындаймыз. Мен осылай жазда қатырып қойған қызанақ, болгар бұрышын барлығын осылай турап алатын боламын. Және осылай қазанды отқа қойып, қызған соң сұйық май құямыз. Және үстінен осылай етімізді салып, қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламыз. Одан соң осылай пиязымызды, болгар бұрышын, қызанағымызды барлығын осылай турап жуып дайындап аламыз. Етіміз қызарған соң дайындап алған көкөністеріміздің барлығын осылай үстінен салатын боламыз. Мінекей осылай барлығын турап дайындап алдық. Мен кеспе көжеге сәбіз қоспаймын. Және осылай етіміздің үстінен салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап көкөністеріміз өлген соң үстінен осылай суымызды құятын боламыз. Және суымыз қайнағанша картобымызды дайындап аламыз. Осылай картобымызды ашып, арнайы кескішпен осылай кесіп аламыз, немесе пышақпен де кесіп жасай берсеңіздер болады. Осылай суымыз қайнаған соң картобымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып, оттың астын орташа жылдамдыққа қойып, қақпағын жартылай жауып қалдырамыз. Одан соң қамырын елейміз. Ол үшін елеп алған ұнымызға осылай бір жұмыртқаны саламыз. Мен қолдың жұмыртқасын қостым және осылай жарты кесе салқын су құйып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Қамырымыз қатты болып елену қажет, сонда ешқандай жыртылмайтын, езілмейтін қамыр шығатын болады. Осылай пакетке салып қалдыратын боламыз. Және осылай қамырымызды мінекей жайып алдық. Одан соң жақсылап жабысып қалмас үшін арасына көп мөлшерде ұн себеміз және осылай ораймыз. Мен жарты бөлігіне дейін орадым, сонда ұзын кеспе шығатын болады. Видеодағыдай орап, осылай кесіп алатын боламыз. Майда етіп, осылай барлығын кесіп шығатын боламыз. Тура видеодағыдай етіп кессеңіздер, қазанға салғанда ешқандай езілмейтін өте дәмді кеспе шығатын болады. Мінекей осылай кеспеміздің барлығын кесіп дайындап қойдық. Енді осылай тақтайға кескен қамырымызды осылай дайындап қоятын боламыз. Енді дайын болған осылай сорпамыздың тұзын барлық көретін боламыз, тұзын. Және осылай қайнаған соң үстінен дайын болған қамырымызды салатын боламыз. Мінекей осылай барлығын үстінен саламыз. Жабысып қалмас үшін осылай шанышқымен арасын қозғайтын боламыз. Одан соң қақпағын жартылай жауып 4 минут көлемінде қайнатамыз. Біздің кеспенің құрамында жұмыртқа болғандықтан ұзақ қайнатуды талап етеді. Сондықтан осылай 3-4 минут көлемінде қайнататын боламыз. Мінекей біздің кеспеміз дайын, өте дәмді, өте керемет болып шықты. Мен осылай ауызашарға дайындадым. Жеңіл әрі тез сіңетін тағам болғандықтан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің басқа да рецептерімді жібермемас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше ас болсын.